Барлығына сәлем, менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Инжира. Мен сіздерге қазір тоқыманың басын өте әдемі қылып қалай жабу керек, соны көрсетемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Алдымен біз мына 3 ilmektен 9 ilmek шығарамыз керек. 1, 2, 3, кішкене ұзынырақ қылып аламыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ілдім. Енді мынаны босатамын. Енді 9 ilmekті сол жақтағы сымымызға ауыстырамыз. Осылай ilmekті іліп алып шығамыз ішінен. Осылай алып шықтық. Енді біз мынау ilmek екеуін осылай бірге тоқимыз. Сонда бізде осындай өте әдемі тағы да 3 ilmektен тағы да 9 ilmek шығарамыз. 1, 2, 3, кішкене ұзынырақ қылып аламыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді 3 ilmekті босатамын. Енді 9 ilmekті сол жақтағы сымға ауыстырамыз. 10 жақтағы сыммен осылай 1 ilmekті іліп шығамыз. Іліп алдық. Енді мына жіппен екеуін бірге тоқып шығамын. Сонда бізде осындай болды. Енді қазір біз барлығын осылай тоқып шығамыз. 3 ilmektен біз 9 ilmek шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді 3 ilmekті босатамын. Енді 9 ilmekті сол жақ сымға ауыстырамын да 10 жақтағы сыммен 1 ilmekті алып шығам. Қасындағы ilmekпен екеуін бірге тоқим. Бізде осындай болады. Бұндай жабумен кофталардың жеңдерін осындай жапсаңыздар, детский көйлек тоққан кезде осындай аяқ жағын осындай жапсаңыздар, өте әдемі көрінеді. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ауыстырамыз. Енді 10 жақтағы сыммен 1 ilmekті іліп шығамыз. Мына екеуін осылай бірге 1 ilmek шығарамыз. Қазір барлығын осылай тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Босатамын сол жақтағы сымнан. Енді қайтадан сол жаққа ауыстырамын 9
оң жақтағы сыммен бір ілмек іліп шығамыз. Екеуін бірге тоқимыз. Бір ілмек шығарамыз екеуінен. Сол жаққа ауыстырамын мынау ілмекті. Тағы да 9 ілмек алып шығуымыз керек 3 жіптен. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сол жаққа ауыстырамын. Бір ілмек іліп шығамын. Екеуін бірге тоқимыз. Үшеуінен тағы да 9 ілмек алып шығамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ілмек ілдім. Енді қайтадан сол жаққа ауыстырып, оң жақтағы сыммен бір ілмекті іліп алып шығамын. Екеуін бірге тоқимын. Енді бізде екеуін бірге тоқимын. Кесіп тастаймыз. Бізде осындай болды. Өте әдемі. Кофта тоққан кезде жеңдерін осындай жапсаңыздар болады. Көйлек тоққан кезде детский, жилетка тоққан кезде астарын осындай бекітсе болады. Менің каналыма, менің видеомды аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.